YouTube бос жатқан жарнама алаңы. Оның үстіне YouTube'те жарнама беру өте арзан. Егер осы видеоның соңына дейін көріп шығатын болсаңыз, мен сізге YouTube туралы пайдалы әрі қызықты ақпараттарды беретін боламын. Сәлем достар, менің есімім Айбек Өшкен, мен кәсіби интернет-маркетологпын. Қазақстан нарығы үшін YouTube тіпті бос жатыр десек те болады. Оның ішінде қазақ тілді аудитория үшін мүлдем бос жатыр. YouTube'та тек қана видео жүктегеннен бөлек жарнамалық мүмкіндіктерді жүзеге асыруыңызға болады. Қазіргі таңда YouTube'та сіздің көріп жүрген жарнамаларыңыз ол көбінесе шетелдік жарнамалар және қазақстандық кейбір үлкен компаниялардың ғана жарнамалары болуы мүмкін. Ал қалған шағын және орта бизнестегі жарнамалар, бизнестегі адамдардың, кәсіпкерлердің жарнамалары тіпті жоқ деуге болады. Бұл бір шетінен әрине өте өкінішті, екінші шетінен бұл сізбен бізге туындаған үлкен мүмкіндік. Енді YouTube'да қандай жарнамалар бар? Мен сізге қысқаша ақпарат бере кетейін. YouTube'да негізінен екі жарнама бар. Біріншісі pre-roll деп аталады, екіншісі дисплей жарнамасы деп аталады. Pre-roll деген бірінші жарнамасы, ол біздің барлығымыз білетін YouTube'ға кірген кезде бізді 5 секунд кемінде ұстап тұратын жарнама. Екінші жарнама дисплей жарнамасы деп аталады. Бұл аты айтып тұрғандай көрсететін жарнама. Бұл YouTube'тың іздеу жүйесінен алдыңғы орынға шығатын жарнама, және сіз видео көріп жатқанда үстіңгі оң жақ бөлігінде сізге ең алғашқылардың бірі болып ұсынылатын жарнама. Осында екі түрлі жарнама бар. Егер YouTube'та жарнама бергіңіз келсе, осы екі түрлі жарнаманы қолдануыңызға болады. Енді сіз үшін өте маңызды ақпарат. YouTube'та сіз қалай төлейсіз және ақшалар қалай есептелінеді. Осыған тоқталайық. Егер де сіздің видеоңыз 30 секундтан ұзақ видео болатын болса, 31 секунд болатын болса, немесе 2 минуттық, 4 минуттық, 10 минуттық видеолар болатын болса, онда YouTube'та сол видеоның кемінде 30 секундын көрмейінше, YouTube сізден ақша алмайды. Не болмаса, сол видеоның астына қойған сілтемені баспайынша YouTube сізден ақша алмайды. Яғни сіздің сайтыңызға, болмаса басқа да белсенді сілтемеге адам өтпейінше ақша алынбайды. Өте жақсы ма? Өте жақсы. Енді екінші момент бар. Егер де сіздің видеоңыз 30 секундқа дейінгі видео болатын болса, 29 секундтық, 20 секундтық, 15 секундтық видео болатын болса, онда сол видеоны толығымен көрмейінше YouTube сізден ақша алмайды. Не болмаса астындағы сіз қойған батырманы басып, сіздің сайтыңызға өтпейінше YouTube сізден ақша алмайды. Тағы да бір қайталап айтайын. Егер де сіздің видеоңыз 30 секундтан ұзақ видео болатын болса, клиент кемінде 30 секундтын көру керек. Егер де 30 секундтан төмен видеоны жарнамаға салған болсаңыз, онда клиент барлық видеоны көрмейінше YouTube сізден ақша алмайды. Менің ойымша бұл өте тиімді. Оның үстіне YouTube'да жарнама ақысы өте арзан. Менің тәжірибемде көбінесе бір видеоны көрген, за просмотр дейміз ғой, яғни көрілген ақысы 1 цент. 1 цент дегеніміз 3,8 теңге. Міне осындай қасиеттеріне, осындай параметрлерге сүйене отырып, мен айтатыным, ол YouTube тиімді жарнама платформасы. Және YouTube бос жатқан жарнама алаңы. Егер де осы айтқан ақпараттарым сіз үшін пайдалары қызықты болса, осы видеоға лайк қоюыңызды, осы видеомен бөлісуіңізді, және осы видеоның астында комментке плюс таңбасын қоя кетуіңізді сізден өтініп сұраймын. Достар, келесі видеоларда жүздескенше, әлде талай қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі видеода көріскенше.